Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының Марвин дүкенінің консультанты Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі обзор жасайтын кітабымыз Баянауыл ауданының іргелі қаламгерлерінің бірі Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Ақбілек романы 20 ғасырдың әйел теңсіздігі мәселесін көтеретін іргелі шығармалардың бірі болып табылады. Бұл менің ең сүйікті романым. Романды кішкентай кезімнен 3-4 рет қайта оқып шығып, әр оққан сайын жаңадан бір сезім пайда болады. Бұл романда көбінесе қазақтың әйел теңсіздігі мәселелері көтерілетін романда қыз баласы соңында бақытсыз болады. Алайда мұндай емес. Ақбілек өмірден қаншама қиыншылық көрсе де мойымай, тағдырға қарсы жүріп, өзінің бақытын табады. Романның басы Ақбілектің ауылына ақ гвардияшылардың шабуыл жасап, қыздың көзінше анасын өлтіріп, қызды шашынан сүйреп алып кетуі, зорлықпен зұлымдықты өзінің басынан кешіреді. Жасы небәрі шатыспасам 15-17-дегі боз бойжеткен қыз болады. Әкесі ақырып қала беріп, ол орыстардың сондағы Қарамұрт деп Ақбілек ат қойған орыстың ермегі болады. Орыстың қолында болып, ол кейін оны өлтірмекші болғанда жалынып, жалбарынып, орыс оны жібере салады. Қарамұрт оны жібере салып, ол бір дивананы орманда кездестіреді. Әлгі дивана Ақбілекті арқасына салып алып, оны ауылына әкеп тастайды. Орыстан қорлық көріп, ол ауылында да өз елінде қайрадан әкесі оны дұрыс қабылдамайды. Кейін оның Өрік деген өгей шешесі болады. Ол Ақбілектің біраз жүріп ішінің пайда болғанын көреді. Сөйтсек, Ақбілектің аяғы ауыр болып қалған екен. Ақбілек оны жеңгесі Ұрқияға айтады. Ұрқия сосын оны қорада мал сарайында босандырып алады да, сенің балаң өліп қалды деп айта салады. Ақбілек бұған қаймығады да қалаға оқуға кетеді. Қалаға оқуға кетіп, Ақбала және Балташ деген екі жігітпен танысады. Ақбала оған алғаш болып өзі ұсыныс жасайды. Кейін Ақбілектің оқиғасын естігеннен кейін одан бас тартады. Кейін Ақбілек бұдан сәл қаймығаннан кейін Балташ келіп, маған сені өткен өмірі мүлдем қажет емес, мен сені жақсы көремін деп оны алады. Ақбілек болса кейін ауылына келеді. Кейін ауылына келгеннен кейін жеңгесі Ұрқияға барлық әңгімесін айтқаннан кейін анау бір тасада ойнап жүрген балаларды көреді. Кейін мына бала сап-сары өзі орысқа ұқсайды екен деп айтса, Ұрқия жеңгесі бұл сенің баланың ғой ескенді дейді. Ақбілек жылап, сықтап, сол кезде өзінің баласын құшағына алып бауырына басады. Сонда жеңгесі оқуға дайын кезде өзіне ала ғой дейді. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы 20 ғасырдағы әйел теңсіздігі, қазақ ауылдарының арасындағы ірі мәселелерді көтерілген ең ауқымды шығарма. Бұл романды барлық қазақ балаларына, барша қазақ жұртына кеңес беремін оқуға. Мен үшін өте ыстық роман. Мен бұл романды бар жан-тәніммен жақсы көремін деп айта аламын. Ақбілек қызығуға тұрарлық кейіпкер. Яғни оның іс-әрекеті адамды шабыттандырады. Өз басым осы Ақбілектен шабыт аламын деп айта аламын. Сау болыңыздар, міндетті түрде Ақбілекті оқыңыздар.